Сәлеметсіздер. Бүгін мен Бателдің жаңағы аққайын шай, яғни бирюзовый очищающий чай деген, міне осындай бір коробканың ішінде. Қарасаңыздар, міне осылай пакетикта келеді. Көрдіңіздер ме? Осындай. Осыны жаңа біз 200 грамм қайнаған суға жаңа саламыздық, сосын кейін 15 минут бұқтырамыз. Мен әдейі сіздерге көрсете отырып, өзімде ішейін деген мақсатпен міне 200 грамм қайнаған суға 15 минут бұқтырып қойдым. Енді қараңыздар. Енді мен бұны ақырындап деп аламдақ. Сосын кейін міне сығып осы міне жаңағы пакетикті біраз нақсап шөптерін дұрыстап алып, сосын кейін көзімнің айналасын, біраз көзімнің, сосын кірпігімді, жаңағы мына қасымды, сөйтіп мұрнымның айналасын сүртіп кете тазартып жіберемін, сосын кейін тастай салам. Өйткені шөптің құрамдары керемет болғандықтан, әдейі емдік қасиетін білетін болғандықтан мен солай жасағанды жөн көрем. Ал міне түсін қараңыздар. Түсі осындай келеді. Дәмі әдемі, жаңағы ішуге өте жағымды, осындай шайды міне дайындап алам. Бұл енді аққайын шайы. Ал енді бұл аққайын шайыңыз не істейді деп сұрайтын болсаңыздар, бұл аққайынның шайы біздің ішкі құрыстағы, ішкі ағзадағы неше түрлі жаңағы улы заттарды біздің ағзадан шығарып тазарта отырып, адамның әр шөлін қандырып, сосын кейін бұл жаңағы мына лимфа қапысты біз ішіп тазарту процесс жүргізген кезде, сонда лимфа қапыстың тазарту процесіне қосымша үлкен үлесін қосып береді. Бұл жерде енді жаңағы аққайынның шайын қолданған адамдар бәрі ұнатып жатыр. Расымен дәмі әдемі екен, қышқыл келген емес, адам жаңағы расымен ішкенде шөлін қандырады екен деп жатыр. Міне. Ал енді бұл аққайын шайдың міне қоспасын орысша атаулары болғанда, міне бетінде жазылып тұр. Бұның барлығы жаңағы Алтай тауларының бөктерінен теріліп алынған сондай бір табиғи жақсы өнімдер болғандықтан, бұл жерде енді адамға жақпай жатқан, енді жақтырмадым, жоқ керек жоқ, осы шай ұнамады деген адам осы 8 айдың ішінде мен кездестірмедім. Міне осындай керемет өнімдерді біз қазір қолданып жатырмыз. Бұл енді біздің организмді ағзадағы улы заттар, шлак, токсині, соның барлығын шығарып отырып, сосын кейін біздің жаңағы мына қолданып отырған дәрі-дәрмектеріміз, немесе жаңағы ағзада қандай да бір мына құрттар болатын болса, соның барлығының салдарын ана құрттан біз тазартып, құрт бар болып, паразит бар болып тазартқан болсақ, енді соның жаңағы тазартқаннан кейінгі жаңағы ағзаға сәлде болсын зақымын тигізіп кеткен жердің жаңағы қалдықтарының барлығын осы өнім тазартып кетеді. Сосын кейін біздің бауырымыздың жаңағы өзінің қалпына келу процесі қайда, соған үлкен үлесін қосып, бауырдың қызмет жақсы атқарылуына, оның жаңағы қызметі жоғарылауына көмегін көрсетіп, сосын кейін осы жаңағы керек жоқ сұйықтықтарды, керек жоқ біздің ағзадағы улы заттарды шығарып отырып, біздің жаңағы артық салмақтарымызбен де күресе алады. Одан кейін жаңағы ас қорыту процестерімен де жаңағы өте жақсы әсерін тигізе алады ас қорыту процестерға. Сосын кейін терімізді жақсартып береді. Өйткені ағза тазарып бастағаннан кейін қайтеді. Ағза тазарып бастағаннан кейін адамның теріде өзінің қалпына келе бастайды екен. Міне осылай жаңағы бір пакетикті 200 грамм суға, міне жаңағы өздеріңізге мен көрсетіп отырғандай, жаңағы қайнаған 200 грамм суыңызға бір пакет салып жіберіп, 15 минут қоясыздар будильникке. 15 минуттан кейін болды, шайыңыз дайын, міне қолданасыздар. Әрбір өнім бұл жерде 2 жыл жаңағы сақталады. Өте пайдалы, ағзадан улы затты шығаратын өнімдеріңіз осы аққайын шайы. Ал енді осы аққайын шайды мен үнемі ішіп жүрмін. Өйткені шөлімді қандырады. Мен көп сөйлеп, сіздермен көптеген жұмыс жасаймын. Сондықтан маған осы аққайынның шайы өте жақсы шөл қандыру. Жаңағы аузым құрғағанда маған бір жағынан әрі емдік қасиеті бар, тазарту процесті жүргізіп береді. Менде енді әлі артық салмақ бар ғой. Сондықтан сол тұрақты қолданып отырғаным сол. Енді міне өткендегі әне заказ беріп, осы жаңағы имбирі бар, бруснигі бар, осы шайды алып алдым. Өйткені мен енді тазарту процесті бітіп қойғандықтан, маған қай кезде де қазір артық салмақпен күресу процесс
артық болмайды. Өйткені менде салмағым әлі артық. Кезіндегі гормоналдық менің жаңағы зат алмасу процессімді өзгертіп, менің бүйрегімді емдеп жатырмын деп, маған керек жоқ қаншама антибиотик беріп, жаңағы менің ағзамда өзгеріс қатты кіргізіп тастаған. Сондықтан бұл міне әдейі менің зат алмасу процесті, ас қорыту процессімді жақсартып, менің ағзамдағы керек жоқ сұйықтықтарды, керек жоқ заттарды тазартып береді да. Көрдіңіздер ме? Міне осындай жаңағы міне имбир, осындай жаңағы брусниктің арқасында бұл маған өте үлкен жаңағы әр тұмау сырқау тигіздіртпеуге, әрі жаңағы арықтау процесқа көмектесетін болғандықтан мен алып қолданып жатырмын. Біздің өнімдердің ешқайсысында ешқандай жаңағы мына табиғи емес консервант, ароматизатор деген нәрсе, бояу деген нәрселер қосылмайды. Міне осы шайдың енді алдында ғана детоксикация деген жаңағы біздің шаг үшімізде келген сол шайды да қолданып бітірген. Ол шайды қолданған кезде, осы шайдарды қолданған кезде, жалпысы мына жаңағы аққайының шайдарын қолданған кезде сіздерде жұмсақ жаңағы тазарту процесс жүріледі. Яғни дәретханаға, ауыр дәретке баруларыңыз өте жеңіл болады деген сөз. Міне осындай процесстер жүргізіп жатырмыз. Аллаға шүкір, дәмі сондай керемет. Осы шайды ұнатам. Мен негіз жаңағы басқа компаниялардың шайларына аса сондай жақсы емеспін. Өйткені кейбірі қышқыл келеді. Ал мына жаңағы снижение контроль вес деген мына қызыл қағаздық шайыңыз қайда? Сол сәл қышқылдығы бар, имбир сондай дәмі бар екен ғой. Бірақ та мен соған үйреніп қалдым. Өйткені брусникаңыз қосылғанда ол жаңағы ана имбирдің ащы дәмін бас кетеді екен да, екеуі үйлесімді болып табылады екен. Сонда бәтелдің өнімдері қараңыздар, әрбір адамға ішуге ыңғайлы қылып, сосын кейін дәміне де жаңағы аса назар аударып отыр. Өйткені өте ащы дәрі шығара беретін болса, мына ашты бола беретін болса, адамда жаңағы бір ішеді, екі ішеді, сосын тағы көңіл қалып қояды. Ал егер адам ішкенге ыңғайлы қылып жасалатын болса, онда адам сүйсініп қолдана береді. Дәл сол сияқты осы жерде шайларды мен сүйсініп қолданып жатырмын. Аллаға шүкір, ем болсын, шипа болсын.